Құрметті шәкірттер, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы практикалық қазақ тілі пәні бойынша үндестік заңы деп аталады. Үндестік заңында біз буын үндестігін және дыбыс үндестігін қарастырамыз. Буын үндестігі немесе сингармонизм заңы олардың түрлері, дыбыс үндестігі немесе ассимиляция және олардың ішкі түрлерін қарастыратын боламыз. Яғни дыбыс болатын болса, ол дауысты, дауыссыз дыбыстарға жүктеледі. Буын болатын болса, ашық, тұйық, бітеу буын болатындығы. Үндестік заңы болатын болса, буын үндестігі және дыбыс үндестігі болып бөлінетіндігін білеміз. Үндестік заңының ішінде қазақ тілінде дыбыстар сөз ішінде, сөз бен қосымша арасында, сөз бен сөздің арасында бір-бірімен үндесіп, үйлесіп айтылады. Түбір сөздің жуан не жіңішке болуына қарай қосымша да жуан не жіңішке болады. Және сөздің соңғы дыбысына қарай үйлесіп жалғанады. Сөздің бастан аяқ үндесіп, үйлесіп біркелкі әуезбен айтылуы үндестік заңы деп аталады. Үндестік заңы іштей буын үндестік және дыбыс үндестігі деп бөлінеді. Буын үндестігі дегеніміз дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан не жіңішке болып келуі. Яғни жуан сөзді түбір сөзге жуан қосымшаның жалғануы, жіңішке сөздерге жіңішке қосымшаның жалғануы не осының барлығы буын үндестігі немесе сингармонизм. Ал дыбыс үндестігі дегеніміз, яғни сөздің соңғы дыбысының әуезіне қарай қосымшалардың үйлесіп жалғануы. Бұның өзі іштей ілгеріндік ықпал, кейіндік ықпал және тоғыспалы ықпал деп бөлінеді. Буын үндестігі түбір сөздің соңғы буынның жуан не жіңішке болуына қарай қосымшаның да жуан не жіңішке түрде жалғануы. Мысалы, балалар, үйректі, құдіретті, кітапқа. Дауысты дыбыстар буын құрауға негіз болатындықтан, буын үндестігі дауысты дыбыстар арқылы орындалады. Буын үндестігі бұл сингармонизм деп аталады. Яғни сингармонизм грек тілінен енген бірге және үндесу деген мағынаны білдіреді. Қазақ тілінде буын үндестігінен бағынбайтын қосымшалар бар. Олар мен, бен, пен, яғни көмектес септігінің жалғауы, қор, пас, қой, еңбекқор, өнерпаз, әуесқой, тал, дар, тай, өсімтал, кіріптар, діндар, хана, емхана, дәрхана, нікі, дікі, тікі, майранікі, мақсаттікі, кергер, кеш, айтыскер, қаламгер, арбакеш, кес, күнем, даукес, пайда күнем, бейтарап, бейуақыт, бейтаныс. Қазақ тілінде буын үндестігіне бағынбай жасалатын күрделі сөздер де бар. Бұлар қос сөздер: салт дәстүр, некен саяқ, азық түлік, қыз келіншек, көрші қолаң, аумалы төкпелі, аға іні. Біріккен сөздер: есек қырған, екі баскөз, түйе табан, алтын емел, көк құтан, ит мұрын, егеу құйрық, ақ сүйек, аягөз. Тіркес сөздер: келе жатыр, жақын жер, самал жел, 79, алтын шүйік, талдырмаш денелі, тағдырмас. Түбір мен қосымшаның сөз бен сөздің арасындағы дауыссыз дыбыстардың бір-біріне әсер етуі дыбыс үндестігі деп аталады. Дыбыс үндестігі дауыссыз дыбыстар арасында болады. Бұны дыбыс үндестігі немесе ассимиляция деп атауға да болады. Ассимиляция латын тілінен енген ұқсату деген мағынаны білдіреді. Олардың үш түрі бар: ілгеріндік ықпал немесе прогрессивті ассимиляция, кейіндік ықпал немесе регрессивті ассимиляция және тоғыспалы ықпал. Ілгеріндік ықпал немесе прогрессивті ассимиляция мынандай жерлерде болады. Яғни қатар тұрған екі дыбыстың алдыңғысының кейінгісін өзіне ұқсатып бейімдеуі. Үнді дауыссыздарға немесе дауыстық аяқталатын сөздер өзінен кейінгі қосымшаның тек яң немесе үнді дыбыстан басталуын талап етеді. Мысалы, жолдың, жерді, жерден, жермен, анаға. Өзге елге түстік тұжырнағыда ұл, ны, ры, и үнділеріне аяқталған етістіктерге жалғана алады. Сарғайт, жөнел, ойлан, ағар. Ал осы дауыссыздарға біткен сөздердің кейінгі сөз қ, к қатардарынан басталатын болса, бұл дыбыстар өзінен бұрынғы сөздердің соңындағы үнді дыбыстардың прогрессивті ықпалына ұшырап, ұяңданып кетеді. Мысалы, мал қора, қауғайда. Түбір мен қосымшаның және сөз аралығында кейінгі дыбыстың алғашқы дыбысқа артикуляциялық жағынан өзіне ұқсата ықпал етуін регрессивті ассимиляция дейміз. Регрессивті ассимиляция мынадай жерлерде жиі ұшырасады. Дауыстыдан басталған қосымшаның ықпалынан сөз алдындағы қ, к, п қатаң дауыссыздары
Г, Г, Б дыбыстанады. Тарақ, тарағы. Жүрек, жүрегі. Қап, қабы. Қосымша басталатын дауыстының ықпалынан түбір сөз алдындағы п қатаңы у санорымен алмасады. Тап деген сөзге қосымшаны жалғайтын болсақ тауып, шап дегеннен шауып, деп дегеннен теуіп. Түбірдің соңғы н дыбысы б, п дыбыстарының алдынан келсе, н дыбысы айтылуда өзгеріп м дыбысына айналады, ал жазуда бұл ескерілмейді. Мысалы, сенбе деп жазылғанмен сенбе деп айтамыз. Думанбек деп айтамыз. Белый бел бұл яңнан басталған қосымшаның ықпалынан сөз аяғындағы тіл алды н саноры айтылуда белый бел м санорымен алмасады. Сөнбеді, жанбады, қанбады. Мұндай жағдай сөз аралығында да болады. 11, 15. Бірақ бұны жазуда ескермейміз. Г, Ғ, К, Қ дауыссыздарының басталған қосымшалардың ықпалынан сөз аяғындағы н саноры айтылуда тіл әрпі ң санорымен алмасады. Нанға, сөнген, түнгі. Ш дыбысынан басталатын қосымшаның әсерінен түбір сөздің аяғындағы с, з ызыңдары ш ызыңмен алмасып айтылады. Мысалы, колхозшы, басшы, қосшы. С қатаңнан басталатын қосымшаның ықпалынан түбір сөз аяғындағы з ияң айтылуда с қатаңмен алмасып айтылады. Жасса, сессін, жүзсін. Бұл құбылыс жазуда ескерілмейді. Кей жағдайларда алғашқы сөздің аяғындағы з ияң дауыссызы екінші сөздің алғашқы ж дыбысының әсерінен ж болып алмасып айтылады. Мысалы, боз жігіт. Алғашқы сөздің соңғы дыбысы қ, к, п дыбыстарының бірі болып, одан кейін сөздің бастапқы дыбысы ияң немесе үнді дауысты дыбыс болса, онда бұл үш қатаң дауыссыз да ияңданып айтылады. Мысалы, көкдөнен, ақ ешкі, көп жер, керек екен. Регрессивті ассимиляция қырғыз тілінің маманы Батман сол тілдегі көне заң ескіліктің қалдығы деп түсінеді. Бұл пікір назар аударуды керек ететін пікір. Кеңесбаев пен Мұсабаевтың айтуынша қазақ тілінің фактісі ассимиляцияны қайтыру болса да, өзінің генезисі жағынан тілде теріс ескен құбылыс екенін анықтайды. Белгілі бір құбылыстың өзге құбылыстан азырақ кездесуін үнемі көнеленудің белгісі деп түсінуге болмайды. Сингармонизм құбылысы жалпы түркі тілдерінің бірегей белгісі болып табылады. Үндесім құбылысының өз фонологиялық мәртебесінде ескерілмеуінің салдарынан қазақ тіліне тән көптеген фонетикалық құбылыстар аңғарылмай қалып отырды. Оларға тән ұғымдардың басы ашылмағандықтан өздеріне тән атаулары болмады. Мұның өзі қазақ фонетикасының ғылыми зерттелім аппаратының жұтаң болуына себеп болды. Теориялық зерттелімі дамыған өзге тілдердің табиғатында жоқ, бірақ қазақ тілінде бар дыбыстық құбылыстардың тілдегі қызметі мен артикуляция акустикалық көрінісінің фонологиялық та фонетикалық та атаулары болмады. Ильминский үндестік заңы деген атпен оған арнайы тоқталған және үндесім заңдылығын бүкіл түркі тілдеріне тән құбылыс ретінде атайды. Сонымен үндесім құбылысын тілдік белгі ретінде алған ғалым қазақ тілін осы белгісіне сүйеніп түркі тілдерінің қатарына жатқызып отыр. Дыбыстардың сөз ішіндегі бір-біріне ықпал ету, ыңғайласу заңдылықтары қазіргі қазақ тілінің өн бойын қамтитын ерекшелігін, сипатын айқындайтын құбылыс. Қазіргі қазақ тілінің дауыссыз дыбыстарының ықпалдасу заңдылығының кейбір тарихи ерекшелігін тануға себеп болатын бір құбылыс түбір сөздер, кейде туынды сөздер құрамында ұшырасатын диссимиляция, бір-бірімен ықпалдаспаған дауыссыздар тіркесі. Сөз құрамындағы немесе сөздердің аралығында бірі екіншісіне көршілес келген дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп өзара үндесуі ассимиляция деп аталады. Ассимиляция деген термин латынның ұқсау деген мағына беретін сөзінен шыққан. Ассимиляция морфемалардың жігінде көрші келген дыбыстардың акустика артикуляциялық жақтан бір-біріне ұқсап бейімделуі. Назарларыңызға рахмет.